Қазіргі әлемде қоғамдық орындардағы қауіпсіздік мәселесі өзекті болып отыр. Қоғамдық орында төтенше жағдай орын алғанда әрбір секунд маңызды. Дұрыс әрекет етуді білу сіздің және басқалардың өмірін сақтаудың кепілі. Атыс немесе жарылыс болған жерден дереу қашыңыз. Жақын маңдағы ғимаратқа кіріп, қауіпсіз жер іздеңіз. Жерге жатып, көлеңкелі немесе жабық орындарға тығылыңыз. Сабырлы болыңыз, дүрбелеңге берілмеңіз. Жағдайды тез бағалауға тырысыңыз. Өзіңізді және қасыңыздағы адамдарды қауіпсіз жерге алып кетуге назар аударыңыз. Төтенше қызметке хабарлаңыз. Не болғанын түсіндіріңіз. Оқиға болған орынды нақты айтыңыз. Қауіптің деңгейін сипаттаңыз. Тығылып қалсаңыз, есікті жауып дыбыс шығармаңыз. Егер мүмкіндік болса, пердені жауып, жарықты өшіріңіз. Билік орындары қауіптің аяқталғанын айтпайынша орныңыздан шықпаңыз. Зардап шеккендерге көмектесу. Егер қауіпсіз болса, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетіңіз. Ауыр жарақат болса, қан тоқтату үшін матамен таңып қойыңыз. Есте сақтаңыз. Қауіпсіздік басты міндетіңіз. Алдымен өзіңізді аман сақтаңыз. Әрдайым кіріс-шығыс жолдарын есте сақтап, қауіпті жағдайлардан шығу жоспарларын біліп жүріңіз. Егер сіз отырған жерде осындай жағдай туындаса, сабыр сақтап, жылдам әрекет ету өміріңізді сақтап қалуы мүмкін.